Қайырлы күн, қымбатты көрермендер, қымбатты оқырмандар, сіздермен бірге Әйгерім Тaro жорамалы. Бүгін біз сіздермен бірге ақша жолын ашу ритуалын жасайтын боламыз. Бұл қалай жасалады? Мына жерде көріп тұрғаныңыздай, денежный поток, яғни ақша жолын ашатын денежный потокқа арналған жасыл түсті свеча. Ақшаның жолының ашылып келуі, тікелей ақшаның өзі, және де мир и спокойствие дейді. Көңілі тоқ боп, толып келуі менде. Және сізден наличие ақша болу керек. Наличие ақша 500 теңгелік болса да болады негізінен. Менде ең мелкий сумма осы 2000 теңгелік болып тұр. Дәл жанына қоюдың керегі жоқ. Мұнда қоямын. Көрініп тұр, е. Сосын бізге лавровый лист керек. Лавровый лист. Обычный пакеттегі лавровый лист менде қолданыстағы специально осы ритуалға қолданам. Обычный кәдімгі магазиндегі лавровый лист. Төрт-бес тиырын алдық. 4-5 тиырын алдық. Не істейміз? Самый крупный мынау болып тұр екен. Менде осыны ақшаның үстіне қоямыз. Ең крупный деген ақшаның үстіне қоясыз. Ритуалды көру барысында сіз көріп отырсыз қазір осыны, е? Көріп отырсыз, не істейсіз? Өзіңіздің тарапыңыздан 500 теңгені аласыз. 500 теңге жоқ болса 1000 теңге, 1000 теңге жоқ болса 2000 теңгені аласыз да, тура мен сияқты. Сөйтесіз дағына, өстіп жанына қойып қоясыз. Тыңдап отыра бересіз осыны. Көріп отыра бересіз. Нақты бір заговор оның бәрі іштен айтылады. Жаңағыдай айтылатын сөздерінің жолдың берекенің жабылып қалуы, берекенің кетіп қалуы, көз тиюі, ақшаның тоқтап қалуы, осының барлығын бүгін біз ақша жолын ашатын боламыз. Міндетті түрде 2000 теңгелік, не болмаса 1000 теңгелік, не болмаса 500 теңгелік. Өзіңізде ішіңізден тілеп отырсаңыз болады. Жолым ашылсын, ақшаның жолы ашылсын, ақшаның өз берекесі келсін, үйде тыныштық орнасын, ақша туралы қырғын шу, айғай шу болмасын, ешқашан жетіспеушілік болмасын деген сияқты тілеуді шепотпен айтасыз. Сыбырлап айтып отырасыз. Кошелек сосын бізде өте маңызды роль атқарады. Кошелек. Қандай кошелек ұстайсыз? Сол өте маңызды роль атқарады. Түсі оның, туған күн, ай, жылына байланысты, жаңағы жұлдыз жорамал белгісіне байланысты өзіңіздің кошелегіңізді тауып, сол цветтен алып, және сол бойынша кошелекті отработка жасайсыз. Отработка қалай жасайсыз? Отработка жасаған кезде, например, сізде уже тиын, яғни ақша бар. Қағаз ақшаны сіз қазір отрабатывать етіп жатсыз осы видео барысында, және жағынағы ақшаны
сізде уже дайын тұр. Мысалға видео көрініп біткеннен кейін қазір мына жерде ортасына келген кезде свечаға лавровый листтерді жағамыз. Ол да өте міндетті. Және кошелегіңізді сол лавровый листтің түтінінен аластайсыз. Міндетті түрде. Маған клиенттер бар. Именно осы ақша жолын аштыруға, ақша жолын жасатуға. Мен енді бір видеоны салам, бір видеоны салмайым. Былайша айтқан кезде қанша уақыт алады ол деген. Сол себепті тікелей кошелектің өзіне емес, жаңағы суретке түсіріп жібереді маған. Сол бойынша кошелекті отрабатывать етіп, жаңағыдай дайындап, солайынан міндетті түрде жаңағы кошелекті отрабатывать ететін кезде, новый кошелек сатып алатын кезде негізі міндетті түрде полнолуние болу керек. Осы айдағы полнолуние өтті. Маған 4 клиент хабарласқан болатын. Осы ютубтан. Былай үйге келіп жатқанда мұнсыз да келіп жатыр ғой. Ол негізі ютубтан 4 клиент хабарласқан болатын. 4 клиенттің де кошелектерін мен отрабатывать еттім. Сол бойынша жаса деген нәрсені жасады. Полнолунияда не істеу керек, соның барлығын инструкциясын бердім мен ол кісілерге. Оқытып ашу жолы, жаңағы ақша жолын ашу міндетті түрде ол бесплатный нәрсе емес, бірден айтайын. Сондықтан да егер жаңағыдай ақша жолынан сіздерде қандай да бір кедергі болып, қарыздан қарыз келіп жатқан ақшаның есебі жоқ. Мен де жұмыс істеп жатырмын, күйеуім де жұмыс істеп жатыр, бала да жұмыс істеп жатыр, келін де жұмыс істеп жатыр. Ақша бірақ кредитке кетіп жатыр. Артылдырып бір нәрсе істеп жатқан жоқпыз. Кредиттің үстіне кредит жамап жатырмыз деген адамдар бар. Вот осындай моментте кішкене финансовый грамотность дейді ғой. Көбіне қазір көбісі нәрсені соны айтады. Финансовый грамотность, ойбай, өйсту керек, сөйту керек. Жоқ, ондай нәрсе әрине ол да дұрыс, бірақ дегенмен де көбіне финансовый грамотность деп жатқан адамдардың барлығы жаңа көбіне нумерологияның несі, нумерология бойынша нумерологиялық разборда жасаймын мен, бірақ ол өзі таро жорамалынан бөлек процесс болып есептелінеді. Оның өзі бір бөлек не алады, бірақ мен көбіне ондайға үйге келген клиенттермен айналысам. Психологический разбор жасаймыз. Мына көріп тұрғандарыңыздай алдыңызда 2 карта тұр, иә? 2 картаның анау енді коробкасы негізі метафорический карта адамның духовный ішкі жан дүниесімен жұмыс жасайтын. Көз бар шырт еткізді. Көрдіңіздер ма, көрмедіңіздер ма? Маған естілді дауысы, шырт етті. Ақша жолы байланған дегенді білдіреді бұл негізі. Дегенмен де кошелекті бірінші түсінен бастайды. Қандай жағдай болмасын, түсінен бастайды. Нумерологиялық талдауда сондай. Мысал үшін айта кетейін, мен 22 число күні дүниеге келгенмін. Қаңтар айының 22-сі. Яғни водолеймін. Менің кошелегімнің цветі жасыл, фиолетовый, не болмаса көк болу керек. Көк болғанда да қандай? Прям синий емес, ақшыл көк болу керек. Ақшыл көк болу керек. Осы 3 цветтің бірі болса, ол кезде болады. Дегенмен де жаңағы. Енді нумерологиялық талдауға келетін болсам, 22-сі, бізде 22-сі өте 22 деген сан негізі көбіне төрттіктерге қосады. Негізі неизученный сан деп айтылады. Егер араларыңызда 22-сі күні дүниеге келген адамдар болатын болса, мен айтайын. Табиғатымыз өте бөлек. 10 шақ, 20 шақ болайын деп жатқан ситуацияның алдын ала қандай варианттары бар. Қай жағынан жасасам қалайынан болады. 1 жылдан кейін болатын нәрсенің өзіне біз солайынан дайындаламыз. 22-сі күні туылған адамдар, міне,
алдағы бірнеше ондаған жылдығын есептеп отырады деп айтар едім. Есептеп отырады, әрине ол жағынандай. Енді ешкім өліп қаламын деп не қылмайды ғой, өмір сүрмейді ғой. Мен ертең 2 жылдан кейін өлетінім, мен 2 жылымды ғана есептеймін деп ешкім отпайды ғой. Не только жаңағы 22-лер, ол басқалардан мысалға күнделікті әйтеуір адам тіршілік етіп отқаннан кейін, денесінде жаны болғаннан кейін сондай іс-әрекеттер жасайды. Дегенмен де худший вариантты да, лучший варианттың да көбісін мен айтар едім, даже 22 деген сан ол инопланетяндар деп былайша айтқан кезде ой өте жүйрік, өте болжап біле алмайсың, эмоциясынан бет әлпетінен де қуанып тұрса да оның ішінен басқа нәрсені ойлап тұрған болуы мүмкін, не болмаса жылап тұрса да ішінен күліп тұрған болуы мүмкін. Дегенмен де сондай өте бір күдік алдымен бірінші күдіктеніп жүретін адамдар деп басымырақ деп айтар едім. Егер де осындайда нумерологиялық талдаулар егер қажет болатын болса, хабарлассаңыздар болады, көріңіздер. Бірақ ақша жолына келетін болсақ, тағы да әңгіменің төркіні осы ақша жолынан басталды ғой. Бізде ақша жолы неге жабылады? Неге мен осындай істеп келе жатамда кредитке аяқ астынан баттым? Не болмаса анадан бір қарыз сұрап кеттім, мынадан бір қарыз сұрап кеттім, анадан итпен сүйекке қарыз болып кеттім, неге деген сұрақтар тағы да. Бұл ненің әсерінен деуіңіз де мүмкін. Күдіктеніп қарап отсаңыз, жоқ, күдіктеніп емес, ойланып қарап отсаңыз, сіздің жағдайыңыз мынандай болып жатыр да, бұрын аналардың жағдайы менікіндей осындай ситуация болып жүретін еді, олардың жағдайы түзеліп келе жатыр деп. Негізі көбіне адамдар жақын адамдарынан, не болмаса көршілерінен күдіктенеді. Және де көршілеріңіздің арасында ақша жолына жаңа көре алмаушылық ол деген барлық жерде бар, білесіздер. Екі әйелдің басы бірігіп кетсе, екі еркектің басы бірігіп кетсе, әңгіме айтатыны сол өсек. Ол тек қана әйелдер ғана айтпайды өсекті, еркектер одан бетер айтады, мен айтайын. Дегенмен де анау күшті болып кетті, мынау не ағып кетті, үйтіп кетті, сөйтіп кетті деген біріншіден көз тиеді. Олар күшті болып кетті деп айтқанның өзі көз жиналып, бір адам айтады, 2 адам айтады, 4 адам айтады, 10 адам айтады. Анау анамен шай ішіп отырып, сонымен айтады. Ол шай ішіп отырып, ана көршісімен барып сондай айтады деген сияқты. Тіпті туысқан араларында да сондай адамдар болған кезде, адамдардың арасында сондай әңгіме болған кезде, кішкентай көз үлкейіп, ол дуаға айналады. Түсінесіздер ме? Адамның бақытына да келгенде сондай. Ана екеуі бақытты өмір сүріп жатыр, жаңағындай күшті болып кетті, ойбай күшті болып жатыр, келіні деген өте пысық екен деген кезде, мысалға, не болмаса ол баласы өлермен деген нәрсенің өзі адамға дуа екендігін, жинала ол дуа болып кететіндігін мен сіздерге тағы айтамын. Және де тікелей жасалатын дуа болады. Именно осы ақша жолына келіп разбор жасайтын болсам, тағы да дуа ол қалай болады? Қызғанады біреулер, жаңағындай элементарный мысал ретінде алайын. Бір көрші, ол жаңағындай іштар көре алмайтын көрші барлығында бар шығар деп ойлаймын. Менде, например, бар ондай. Менің өзімде ондай бар. Бір емес, бірнеше көрші бар ондай. Көре алмайтын, сыртта сәлем өткізу, ондай адамдар үйіңізге бір нәрсе істеп кеткеннен кейін, мысалға, келесі жолы қанша жерден Құран оқытсаңыз да, не болмаса шайға шақырсаңыз да, туған күнді повод қып, не болмаса айт, кәдімгі обычный жаңа ораза бітті, например, осы жақында ғана ораза бітті, оразаның айтында даже үйіңізге кірмейді ондай адамдар. Әйтеуір ұқит қылады, сұқит қылады, үйіңізге келмеудің жолын жасайды. Сондай адамнан сақтаныңыздар. Ондай адамнан қалай сақтанасыздар? Бірінші очередь сақтанғаннан бұрын қалай жаңағы ақшамның
берекесін алып қойды. Бөтен адам. Бөтен адам. Мысалға сізге келеді да көршіңіз. Көрші тұз сұрамайды енді. Тұзды ұрлап кетуі мүмкін, көрсетпей. Бірақ ұрлап кеткен жағдайда ол енді сәл қиындау. Оны обязательно магический жаңағындай ритуалдармен оны сөйтіп барып қайтару керек. Оны мен үйімнен тұз ұрлап кетті, мен оның үйінен барып тұз ұрлап кетейін. Әрине ондай жағынан болады. Сіздің үйіңізден тұз ұрлап кетсе, сіз де барып оның үйінен тұз ұрлап кете аласыз. Мен сізге айтайын. Ол 100% хақыңыз бар ол нәрсеге, егер көзіңіз жетіп тұрса. Сосын мынандай нәрсе бар. Жағына көз берекемді қалай алып қойды деген нәрсе болады ғой. Сізден элементарный көршіңіз келеді да, жағына қызғанып тұрған. Көрші маған табақ бере тұршы дейді. Ол өзіңіздің табағыңыз. На самом деле келген кезде өзіңіздің табағыңыз. Ол табақ қайтып келеді, келеді ол. Бірақ сіз оны өз қолыңызбен бересіз. Мысал үшін айтайын. Үйде спичка тұр міне. Ойбай, көрші үйімде спичка бітіп қапты, берші бір спичка деп. Сіз өзіңіздің қолданғаныңыздан бересіз. Последний болып тұрса, жоқ болса, жаңағындай бар болса, новыйынан бересіз, дұрыс па? Міне беріп атасыз. Алып атқан адам мына беттен берекесі өтіп кетсін маған деп алады. Міне. Берекесі өтіп кетсін маған деп алды, кетті. Ішінен айтады. Берекесі маған өтіп кетсін деп. Сіз берекеңізді жіберіп қойдыңыз сол адамға. Сіз на самом деле ондай нәрсе ойлаған жоқсыз, бірақ сіз оны қолмен беріп тұрсыз. Тура сол сияқты ақшада. Ақшаны міндетті түрде біреуге беретін болса, жаңағы айтып атады ғой. Қазір мен мысал ретінде көрсетіп жіберейін, былайынан. Ақшаны қалай беру керек біреуге? Ақшаны кейбір адамдар бар, түске дейін ақша шығармайды да, түстен кейін ғана береді. Кейбір адамдар бар, түске дейін береді, түстен кейін бермейді. Онда тұрған ештеңе жоқ. Қай кезде берсең де, қай кезде бермесең де. Самый главный, ақша сұраған адамға қалтаңызда бар болса да, сағат, күнде болсын, қай күні болсын, аптаның қай күні болсын, сағат 4-тен кейін ешкімге ақша бермейсіз. Туған, туысқан, бауыр, ал енді жаңағы немерелер, басқалар сұрайтын болса, немерелер жаңағыдай кішкентай бала ондай нәрсе ойламайды ғой, ондай нәрсені білмейді. Дуа дегенді білмейді, ырым дегенді білмейді, жырым дегенді білмейді. Әже мен мороженое жегім деп тұр дейді, мысалға. Сосын берген кезде мен ақшаны шығардым. Например, сізде ақша тұр, наличный біреуге ақша берейін деп тұрсыз. Ол мүмкін 4000 теңге ақша болуы мүмкін. Менде бірдей купюра екен. Мына көбісі мына былайынан береді. Мына былайынан теріс қаратып береді. Мына ақша өзіме қайтып келсін деп. Кейбіреулер оң қолмен береді, тағы да айтайын. Кейбіреулер сол қолмен береді, өзіме айналып келсін деп. Одан ол ақша қайтып келмейді сізге. Мынаны бейтіп ұрымдап бергенімен қайтып келмейді ол. Оны бейтіп бересіз. Екі ақшаны бірге қоясыз, бірдей оң қыласыз да, екі қолмен бересіз. Екі қолмен міне осылайынан. Міне менің ақшам дейсің, бере тұрайын, міне бере тұрайын. Или болмаса қарызыңызды беріп атсаңыз, мынау менің өткендегі қарызым деп өстіп бересіз. Екі қолмен бересіз, міндетті түрде. Ақшаны ары қаратып, бері қаратып, оң қолмен беріп, сол қолмен беріп, үй трасвасын шығармаңыздар. Мен сіздерге айтайын, ол ырымның бәрі өтірік ырымдар. Әркімнің ойлап тапқан ырымдары ол. Шын мәнінде жағынағы ақшаны оң қаратып, екі қолмен бересіз. Ақша сізге ренжімейді сол кезде, алып атқан адамда ренжімейді. Сондай. Бұны жағына біз енді эзотерикада жүргеннен кейін, эзотерика бізде карта, метафорический ассоциациямен біз не істейміз, разбор жасаймыз, например, ішкі адамның
ішінде не болып жатқан әр адамның ойындағы проблемасына байланысты. Сосын нумерологиялық талдау бар. Нумерологиялық талдауды 2-нің 1 істеп жатыр ғой. Даже тиктокты ашып, бір мәрте ашып қалсаң, содан басқа видео шықпайды өзі. Үшіншіден, біз ізденбейміз. Біз бар нәрсені тура айтамыз да. Мысалға, біреулер болады, енді опытность көрінбейді. Неден көрінбейді? Қалай айтсам болады? Не айтып отқанын түсінбейсің, өзі айтып атады, не айтып отқанын түсінбейсің. Именно таро жорамалына келген кезде карталар бір-біріне үйлеспей тұрған сияқты. Карталар бір-бірімен сөзін анық айта алмай, анық аша алмай тұрады көбісі. Дегенмен де оның бәрі енді жаңадан қосылып жатқан адамдар деп ойлаймын. Дегенмен де жаңағы көріп тұрған нәрсені, айтып тұрған нәрсені кейде ішіне бұғып те қалатын адамдар бар. Кейде енді ол таныстарының арасында шығар, көбіне жаңа бұғып қалу, айтпай қалу, үйтіп қалу, сөйтіп қалу деген. Бірақ желательно таныс емес адам, маған көбіне жаңағыдай ютубтан таныс емес адамдар хабарласқаннан кейін мен как она есть айтам, ол да өзі түсіне қояды, мен де өзім түсіндіре қоям. Сосын ол да риза, құда да риза, құдағи да риза. Ішіңізге бүкпей маған толығын айта беріңізші, мен ренжімеймін дейтін де адамдар бар. Мысалға, нақты осы ақша беру ретін мен сізге көрсеттім. Қазір енді кішкене свеча тағы да төмендесін, сол кезде нені кошелекті аластау ретін көрсетемін. Сосын барып тағы не айтайын дедім. Тағы осы ақша жолынан ақшаны беру кетті. Алған кезде де екі қолмен алғаныңыз өте жақсы болады негізі. Екі қолмен беріп атсыз сізге, сізге де біреуге қарызын беріп атса, соны екі қолмен алыңыз. Келген ақша сізге, қалай айтсам болады, мені бағалайтын адам екен ғой мынау деген сияқты. Маған көрсетілген не деген құрмет деп түсініп тұрсыз ғой. Осылайынан сізге қаратай ақша келе бергісі келеді одан кейін. Нақты осы сумканы, кошелекті біз міндетті түрде сумкаға саламыз. Білесіздер, әйел адамды, ер адамдар жағынағы не деп айтатын еді, барсеткеге салады. Не болмаса арқаға асынатын сумкасы бар, сондайға салады. Сумканы мынандай шай ішетін столдың үстіне қоймаймыз. Мейлі ол жер стол болсын, мейлі ол жағынандай отырық орындықтары бар, 8 адамдық, 6 адамдық, 4 адамдық орындықтар бар ғой, сондай стол болсын, ондай жерге қоюға болмайды. Ол да жаңандай дастарханның берекесін алып, ақша қашады. Ондайдан ақша қашады. Кошелекті негізі жаңағы сумканы қайға қойған дұрыс. Кошелекті сумканың ішінде тұрады ғой. Егер жаңа сумкаңызда только жаңа кейде болады, жаңа каспиймен ғана жүретін адамдар, сотка енді тұра береді барлық жерде. Дегенмен де сотканы да столдың үстіне қоймауға тырысу керек. Желательно қоймауға тырысу керек. Лучше жаңағыдай шкафтың үстінде, немесе телевизордың жанындағы комодта, сондай жерлерде тұрғаны жақсы. Не болмаса диванның үстінде жатсын, ары кетсе. Ол деген терезенің алдында тұрса да болады. Енді күн түсіп, шақшиып тұрған күннің астына тұрып, соткаңыз қызып, күйіп кетпесін. Жаңа терезенің алдына қойсын деп айтқан маған деп. Көлеңкі қызбайтын сондай жерге қойсаңыз болады. Телефонды, ал кошелекті мен не советую сізге столдың үстіне қоюға. Так, біріншіден, екіншіден айттым, үшіншіден айттым. Кошелекті, сумканы қай жерге қою керек деген сұрақ айтылмады. Қай жерге қою керек? Егер жаңа бөлмесінде айнасы бар, жаңағыдай не болады, ол комодтар болады ғой, сондайдың шкафының ішіне салған дұрыс. Егер ондай жоқ болатын болса, кәдімгі шифонерде өзіңіздің полкыңызда киім, екі қатар киім жиналатын болса, мына жағына бір киім, мына жағына бір киім, соның алдыңғы орнын босатып, не болмаса жанына сыйса, соның жанына салып қойсаңыз болады сумка. Или киімдердің үстіне қоя салсаңыз да болады. Өте жақсы.
амал деп айтар едім бұны да. Маған егер қандай да бір осы ақша жөнінде сұрақтарыңыз бар болатын болса, тақырыпқа номер қалдырамын міндетті түрде. Сол номерге хабарласып маған жазсаңыздар болады. Ақша жолын аштыруға да хабарлассаңыздар болады. Жеке ритуалдар міндетті түрде жасалады. Мен айтқан бір қатар инструкцияны жасайсыз. Сосын кошелектің міндетті түрде суретін түсіріп жібересіз, ішін, сыртын. Өзіңіздің есіміңіз, туған жылыңыз керек міндетті түрде. Оның бәрі жеке WhatsApp желісінде өз жазып айтамын. Не қажет екендігін. Нақты осы. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, жаңағындай WhatsApp-қа жазсаңыздар болады, не болмаса осы жерге комментарийға астына қалдырып кетіңіздер сұрақтарыңызды. Ақшаның жолын ашу отработка, если кошелекпен жасалатын болса, 3 күн жасалады. 3 күн жасалады. Кошелекпен болатын болса. Ал если кошелексіз просто ақшаға дейтін болсаңыз, осы видеоның жағына мен айтқандай ақшаны қоясыз. Сөйтесіз дағына ақшаны азанда кошелегіңізге саласыз. Мен қазір оны орау әдісін міндетті түрде көрсетемін осы жерде. Қалай ораймыз ақшаны. Соны аласыз да кошелегіңізге саласыз, және соны кошелектен ол ақшаны именно мына ақша жаратылмайтын ақшаны қоясыз ол жерге. Міндетті түрде ойбай бір жерге нанға жетпей қалды, или бір жерге барып тұрем документке ақша жетпей қалды, осыған бір 2000 теңгесі кетеді, соны алып жаратып қойып ем дейтін болсаңыз, ақша қайттан сізден кетіп қалады. Ол кезде барлығын қайттан заново ритуалды обновить ету керек болады. Лавровый лист өте күшті әсер береді, білесіздер. Мына негізі мына жерде мына картаның мағынасы карта мир. Старший аркан. Старший аркан 21 номерлі карта. Ешкімден ешқандай жатағы жоқ. Бұның мағынасы мен сізге дейін. Өз мақсатына жеткен, ешкімде шаруасы жоқ, өз әлемі өзіндегі адамды білдіреді. 4 жағында тұрған 4 символ: құс, адам, жағына мына жерде сиыр деп айтады, бұқа, сиыр, сосын арыстан. Барлық жақтан, 4 жақтан қорғаулы, 4 жақтан қорғаулы, жаңағы 4 түлігі түгел деген мағынаны білдіреді. Ал мына қыздың жағында тұрған шөп, бұл лавровый лист. Негізгі мағынасы лавровый лист. Оны былайынан ақтарып қарасаңыздар да болады. Жаңа ютубтан, тиктоктан, сондай не болмаса кәдімгі гуглға кіріп, значение карты таро деп жазсаңыз, олайынан да шығарып береді. Көрсеңіздер болады. Нақты мына лавровый листтің тірі сатылатын гүлі болады. Менің видеомды қарасаңыз, анау тұрған гүл лавровый лист. Мен кішкене жақындатып көрсетейін, камераны жылыстап. Бұл бізде лавровый лист. Жақындап скриншот табасаңыздар да болады.
осындай гүл специально сатылады. Қаяқта сатылады? Гүл сататын жерлерде сатылады. Соны сатып алып, үйде болғаны өте күшті. Бұл гүлдің үйде болғаны өте күшті. Мен осы гүлді қаншама уақыт болды іздегеніме. Мен бұл гүлді өзі 2 ай бұрын ғана алдым. Өзім 2 ай бұрын таптым. Реті келмеді ма білмеймін. Өзімнің осы тұрғылықты жерімнен әрең дегенде таптым. Мен бұны 8 мыңға сатып алдым осы гүлді. И сатушы қыз маған сатып тұрды да, ар жағындағы қасындағы тұрған ондай көрші әйелі ғой деймін, короче, қысқасы. Гүл сатып атсың ба деп келді қасымызға ол кісіге. Сөйтті дағыны, не гүл сатып атсың деп еді, мына лавровый лист сатып атырмын деді ол кісіге да. Сосын ал ана кісі, неге сатып атсың ол гүлді сатпа деді. Ана кісі керек болып тұр ақша деді да, сөйтіп гүл сатылып кетті маған. Хотя мен оны сатып алдым, тегін алып кеткен жоқпын. Болады ғой, кейбір адамдар ұрбап кетеді, басқа алады. Желательно негізі сатып алған гүл өседі. Мен сетейін 10 теңге болсын, жаңа туысқаныңыздан алайын деп отқан гүліңізге енді 10 теңге берген жалко ғой, бірақ негізі дегенмен де жоқ болса 5 теңге болсын, 10 теңге болсын, гүл мені бағалады деп үйіңізде жақсы өсетін болады. Біріншіден ол енді гүлдің несі ғой. Дегенмен де мына жерде лавровый лист гүлі, ол бағанасын білген адам, мағынасын білген сатушы негізі оны сатпас еді. Походу мен сатып алған жердегі әйел оны сатып жүрген кезде енді кім біледі, шынымен де ақшаға мұқтаж болып тұрды ма, болмаса жаңағындай мағынасын білмеді ме. Бірақ мен осы гүлді сатып алғанымда қатты қуандым. Сондықтан да жаңағы ақша жолын ашу мақсатында бұл да өте жақсы. Жаңа ақша шақыратын неше түрлі доллар гүл дейді, жаңа неме дейді, евро гүл дейді, неше түрлі гүлдер бар ғой, ақша шақыратын гүл деп. Жоқ. Гүл ақшаны ешқашан шақырмайды, мен сетейін. Гүл адам ақшаны ешқашан шақырмайды. Просто ол маркетинг сөйтіп сатады. Дегенмен де лавровый лист мен сізге тағы айтамын. Эзотерика мына картаның өзінде бейнеленген, біріншіден. Екіншіден лавровый листі былайғы күннің өзінде де без свечасыз, без еш нәрсесіз ақша жолын ашу мақсатында саудагерлердің өзі де лавровый листті түтетеді. Специально лавровый листтің өзін түтетеді. Сондықтан да тіптен оның үйде өсіп тұрғаны мүлдем жаңағындай жақсы үйге жаңағындай положительная энергетика тартып тұрады деп айтар едім. Енді сіздерге сессиямыз таусылайын деп қалды, бірақ енді таусылуына да где-то бір 10 минуттай бар-ау. Дегенмен де әңгімемізді ары қаратай жалғастыра берерміз. Кошелекті жаңағындай аластауды көрсетіп жіберейін сіздерге. Бұл менде негізі отработанный өзімнің кошелегім. Бұл менде ескірді шыны керек. Жан жақтарының бәрі мынандай болып ескіреді ғой кошелек болғанда. Енді мен жасыл түсімді өзімнің пайдаланып көрдім. Енді осы жолы не голубой, не болмаса жаңағындай сиреневый цветтегі кошелек алғым келіп жатыр. Кошелек міне ашылады, былайынан көрсетейінші. Ашылады, міне былайынан ашылады. Оң жақ беті осы, міне осылайынан. Оң жақ беті осы. Ішінде әркімнің өзінің қажетті заттары болады, ақшалары болады, жаңағындай. Квитанция деген нәрсе ішіне сақтамаңыздар, сосын мен айта кетейін. Бірден квитанция, төленген квитанция болсын, жаңа біреуге қарыз болсын, жаңа ойбай мен осын жоғалтып аламын, осын ішіне сақ қойшы, осын ішінен бір ақтарғанда тауып аламын деген. Ондай нәрсе мүлдем салмаймыз кошелектің ішіне. Аластау тәсілі
сол қолымызға ұстаймыз. Міне оң қарап тұр. Егер кошелегіңіз былайынан ашылатын болса, міне былайынан ашасыз ғой. Былайынан ашқан кезде оң тұрады ғой, жаңағыдай ұзын кошелектерге келген кезде. Замогы былайынан ашылады, иә? Замогын оң қолмен былайынан тартып ашасыз. Оң беті осы деген сөз. Оны сіз алып тоңқайтып қоймайсыз ғой бүйтіп. Тоңқайтып қоймайсыз. Міне осылайынан қоясыз. Осылайынан тұратын ұзын кошелек болса, осылайынан қоясыз. Егер ондай қысқа кошелек болатын болса, ақша салатын жағы төбесінде ғой, міне осылайынан оң. Лауровелесті аламыз. До конца жанбаса жанбай ақ қойсын, онда тұрған ешнәрсе жоқ. Бізге оты да жақсы, түтіні де жақсы. Есіңізде болсын. Өте жақсы лапылдап тұрып жанды. Жаман энергетиканы жағып жіберді. Көрсіздер ғой. Жаман энергетикадан біз арылдық. Жаман энергетикадан біз арылдық. Кошелек бізде отработанный. Енді мына свечаның аяқталып біткенін күтеміз. Благополучно оны өздігінен бүйтіп үрлеп, не болмаса су тамызып үстінен өшіруге болмайды. Кез келген ритуалда свечаның өзінің бітіп, таусылып өшкенін күтеміз. Міндетті түрде. Міндетті түрде. Ойбай. Кез келген дәптердің тор көз болсын мейлі, жол көз болсын мейлі. Разница жоқ. Мынандай дәптердің парағын аламыз. Дайындап қоямыз осылайынан. Қазір сізге осыған ақша орауды көрсетемін. Ол қатысы жоқ, торы көз болсын, не болмаса жол көз болсын, ондай қисық көз болсын, жаңа бірінші жазатын болсын, дәптерлер болады ондай. Бола береді. Сондайға қазір сізге орау тәсілін көрсетемін. Мына свеча 40 минут. Кей жағдайда жаңа 42-45 минутқа шейін жанады негізі. Ритуалдық жұмыстарды мен көп адамдарға ескертіп айтам. Жаңа маған өзіне хабарласқан адамдарға айтам. Мен өзі көрдіңіз ғой ютубта, аштыңыз ғой, иә. Ритуалдық жұмыстарым ішінде бар, көргенсіз бе? Иә. Неше минутқа айналатынын көрдіңіз ғой, иә. Иә. Менде көбіне ритуалдық жұмыстар сағат 1 мен 3-тің ортасында жасалады. Егер одан көп болып барататын болса, уже 12-ден бастап жасай берем. 12-ден кейде 3:30-4-ке дейін жасайтын кезім болған менің. Әлі де бар ондай кезеңдер. Қазір дегенмен де көп шаршап қалмайын, не қып қалмайын деп көбіне ондай қып жаңағыдай, сағат 12-ден бастап арғатай қадалып алып, отырып алып жасайтын қып неғып атқан жоқпын. Дегенмен де жаңағыдай өзімнің шама шарқыма қарай қарап жасап жатырмын. Клиенттерді алып жатырмын. Дегенмен де негізінен осы уақыт аралығында жасалады. 12 мен 4-тің арасында жасалады. Қай ритуал болса да.
ол насмерть ритуал болса да, махаббатқа арналған ритуал болса да, не болмаса ақша жолын ашу ритуалы болса да, денсаулықтың ритуалы болса да, түнде жасалған кезде өтімі өте күшті болады ритуалдың. Неге? Өйткені түнде көбіне адамдар ұйықтап жатады ғой, сөздің ашығы. Жаңа түннің уақытында көп бөлігі жер бетінде 8 миллиард адам болатын болса, соның 7 миллиарды ұйықтап жататын шығар енді. Қалғандары мен сияқты бір отыратындар бар шығар, сменде отыратындар бар шығар, жаңа жұмыс істеп. Не болмаса жаңағыдай тағы да бір больницада біреудің жаңағы әке-шешесінің жағдайына қарап отқан адам болуы мүмкін, баласын күзетіп отқан адам болуы мүмкін. Міне сондай кездер сондай адамдар болуы мүмкін. Енді 1 миллиард адам деп алайын. Дегенмен де күндізгі уақытта 8 миллиард адам бар деп есептеңіз. 8 миллиард адамның тілегі айтылып жатыр. А түнде 1 миллиард адамның тілегі айтылып жатыр да, мысалға. Осындай орындалса екен, менің осындай ниетім бар еді, жолым ашылса екен деген сияқты нәрсе жасалып жатқаннан кейін соған байланысты әркім өзінің тілегін айтып жатқаннан кейін түнгі уақыттың жасалған әрбір іс-әрекет тезіректеу қабыл болады, тезірек жаңағыдай өтілі болады. Сосын мен тағы айта кетейінші, ақша ритуалына байланысты емес, енді бұл жерде маған көбіне тағы да хабарласады, именно махаббат жолына жасалатын ритуал. Бір 5 жыл, 6 жыл өтіп кеткен адамдар, ажырасып кеткен адамдар, немесе айырылысып кеткен адамдар, уақытты созып жүрмеңіздер. Қазір ұрысып жатсыздар ма? Қазір татуласуға тырысыңыздар. Жер беті не қазір? Анау біреудің байын тартып алсам, мынау біреудің қатынымен ажырасып кетсе, ананың қатынына үйленіп алсам деген сияқты сондай нәрселер қазір жер беті қаптап кеткен. Сондықтан да уақытты создырмай, жаңа 1 жыл өтіп еді, 1,5 жыл болып еді деп, ертең жыл болып кеткеннен кейін неғып іздеп отпай, ондаған жылдар өтіп кеткеннен кейін оның оқуы да өте уже күрделі болады. Энергияны жейді. Сондықтан да егер қандай да бір проблема болып жататын болса, міндетті түрде күтпеңіздер. Жаңағы өзінің келуіне іс-әрекет жасаңыздар. Менің айтар ақылым сіздерге. Свечамыз аяқталып бітейін деп қалды. Санаулы минутта өшеді. Өте тамаша. Мен жаңа бір ғана картаның бет бейнесін, жаңа несін айтып кеттім ғой, мына жерде енді білесіздер, туз пентакли ең үлкен қомақты картаның бірі, ақша жолындағы. Бұл жұмыстың жоғарылауы болуы мүмкін. Егер жаңағындай таро жорамалына салып, жаңағындай жорамалға салып түскен кезде жұмыстан көтерілу, повышение, не болмаса үлкен покупка болуы мүмкін. Қандай покупка? Жер, үй, машина деген сияқты үлкен қомақты нәрселер. Енді бұл жерде біз ақша жолын ашып отқаннан кейін ең жоғарғы жаңағындай мықты пентакль картасы, бұл туз пентакль картасы. Яғни бұл жерде ағаш өсіп тұр, көріп тұрсыздар. Қолыма сыймай тұрған байлық деп тұр ғой, бұл көрсетіп тұрғаны. Төбеде 2 ақ көгершін ұшып жүр, бейбітшілік. Ақшам болса, жаңағы қазіргі заманда ақшасы бар адам ауыз қисық болса да байдың баласы сөйлесін дегендей, істеп жатқан әрбір нәрсеңіздің міне жемісін көріп жатқандығыңыздың, істеп жатқан іс-әрекетіңіздің жеміс беріп тұрғандығының, жемісін молшылықтан алатындығыңыздың білдіретін карта негізі. Ал енді колесница картасы, бұл білеміз, жолдың ашылуы, жолдың ашықтығы, ары-бері жүріс жолды білдіреді. Өте күшті карта бұл да. Енді сіздерге үнемі жолдарыңыздың тікелей картаның өзіне келетін болсақ, жол жүру, ары-бері барып келу, өйтіп келу, сөйтіп келу деген мағынаны білдіреді. Дегенмен де
Бұл жерде біз ақша жолын ашуға байланысты болғандықтан міндетті түрде колесница картасын міндетті түрде қосамыз. Оның үнемі келетіндігін, өзіңізге қарай ақшаның келетіндігін бейнелейді. Өте жақсы өшіп жатыр негізі. Енді сөнейін деп жатыр. Өшіп жатыр демейді ғой, сөнейін деп жатыр дейді. Сөнгісі келмей тұр дегенмен де әлі де болсын соңғы жіптен ұстанып сондай болып тұрғаны көрініп тұрған. Мына светті өшірсек. Көрдіңіз бе? Өте тамаша болып тұр, иә. Надежда умирает последний болып тұр ғой. Өте тамаша, өте күшті. Бір екі жерінде шытырлады. Мен сіздерге жаңа ненің сәулесінен, оттың сәулесінен көрінеді. Дегенмен де мен былай да байқадым, дауысын естіп отырмын. Сіздерге дауысы естіле ма, естілмей ма білмеймін. Дегенмен де өте жақсы аяқталды деп айтсам болады. Бүгінгі жорамал карт, жаңа жорамал деп ритуалдық процесіміз бүгін өте жақсы басталып, өте жақсы аяқталды. Ортасында ғана кішігірім не болды? Өшті міне. Өшті. Құттықтаймын. Сіздердің берекелеріңіз кірсін үйлеріңізге, ақшаларыңыздың жолы ашылып, еселеніп, әрбір кірген ақшаңыздың берекесімен кірсін. Әрбір ақша 10 теңге кірсе де 100 теңгелік ақшаның берекесінде болып кірсін. 1000 теңге кірсе 10 000 теңгелік ақшаның берекесінде кірсін. 100 000 теңге кірсе 1 миллион теңгелік ақшаның берекесінде болып кірсін. Берекелі болсын ақшаларыңыз. Ақшаны қалай ораймыз? Маңызды емес. Маңызды емес несі? Ішінде ақша ойбай қисайып қалмау керек. Ондай болмау керек, сондай болмау керек деген нәрсе жоқ бұл жерде. Түстесіз. Үсті орасаңыздар болады. Барлығына түсінікті қылып көрсетейін. Екі ортасына алып келесіздер. Ақша қисая берсін ішінде. Қисая берсін. Ол ақшаны жаратпайсыз сіз. Ол ақшаны жаратпайсыз сіз бәрібір. Екі жағын қайырамыз. Және тағы да қайырамыз. Осылайынан қойып. Және соны тағы да былайынан бір бүктеміз. Болды. Маждап, мыжып, текстеп етудің керегі жоқ. Өйстіп майыстырасыздар. Міне. Менде мына жерде кармашка де бар. Бұл менің отработанный ақшам. Мынау енді отработанный, но оны жарата берсем бәрібір де болады. Осында қоясыз, саласыз и жабасыз. Алды. Осымен ритуалдық жұмысымыз аяқталды. Бір күн көрсеңіз болады. Яғни бір күн полный бастан аяқ көріп шығасыз. Ақшаңызды қасына қойып қоясыз. Сөйтестағына ең соңынан спичкеге, сіз үйден спичкеге жағынандай лавровый листің 3-4-еуін тұтатып кошелегіңізді сөйтестағына жағына ақшаны салып қоясыз. Үйден. Жоқ, кошелекті ауыстырамау деймін, андай қыламау деймін, мынандай қыламау демейтін болсаңыз, ол кезде маған өзіме хабарласасыз.
міндетті түрде сіздердің лайк, комментарияларыңызды, қолдауларыңызды күтетін боламын. Маған өте маңызды. Міндетті түрде подписка жасаңыздар және видеоның астында колокольчикті бассаңыздар. Менен видео түсетін болса, ютубқа сіздерге бірден уведомление келеді. Әйгерім Тaro жорамалы видео салды деп. Көріскенше түндеріңіз тыныш өтсін.